Сәлеметсіңдер ме, құрметті математика пән таңдаған оқушылар. Сендермен бірге ұбт саласының эксперті мен Мұхаммед Асқарұлы ағайларың және де ұбт 2024-те келуі мүмкін нұсқа. Сол нұсқаны қазір талдайтын боламыз. Сол үшін соңына дейін сабақты көріңдер, қиынырақ, қызығырақ есептері бар. Ендеше кеттік. Бірінші есептен бастаймыз. Асы квадрат түбір астында дейді. Енді бұл жерде түбір асты мен квадрат бір-бірін жойып жібереді. Сөйтіп асы қалады. Жауабымыз міне В нұсқасы бола салады. Келесі, мына теңдеуіне шешім болатын сандар жұбын табыңыз дейді. Енді бұл жерде жауаппен тексеріп көреміз. А жауабын тексеретін болсақ, x-ның орнына 2-ні берсек 14, y-ның орнына 1-ді берсек 5 қосу 14 тең 0. 0 шықпайды, демек А нұсқасы дұрыс емес. В нұсқасы 7-ні 3-ке көбейтсек 21, минус 5-ті минус 2-ке көбейтеміз 10 плюс 14 тең 0. Емес. В нұсқасы дұрыс емес. С нұсқасы 7 көбейтілген 5 35. 6-ны 5-ке көбейтсек 30 плюс 14. 0 шықпайды. Демек Д нұсқасы қазір келетін сияқты. 7-ні 0-ге көбейтеміз 0. 5-ті 2,8-ге көбейтеміз. Қосу 14. Тең 0-ге. Мына жерде минус 14 плюс 14 тең 0 дұрыс па? Дұрыс. Демек Д жауабын белгілей салады екенбіз. Теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Енді астында y-дің неге тең екенін беріп қойған, үстіне апарып қоя салу керек. Y-дің орнына міне плюс y-дің орнына 4x азайтылған 3-ті қоям. Осыны квадраттау керек. 16x квадрат тең 15 қосу 16x квадрат азайту 2 еселенген 4 көбейту 3 24x плюс 9. 16 мен 16 қысқарды. 24x-ті сол жаққа жіберейік. 15-ке 9-ды қоссақ 24. X тең болады 1-ге. Енді y-ді табу үшін мынаған қоя саламыз. 4-ті 1-ге көбейтіп 3-ті азайтсақ 1 шығады. Яғни жауабы 1-де 1. Келесі, косинус пен синусты қоссақ 1 шығады дейді. X табу керек. Енді бұл жерде түбір асты 2 бөлінген 2-ке көбейту керек. Түбір асты 2 бөлу 2 косинус x қосу түбір асты 2. Міне. Бәріне жазып шығамыз. Енді бұны косинуспен шығарайық біз. Косинус x көбейту косинус пи бөлінген 4. Ал мынаны синус пи бөлі 4 деп алайық. Түбір асты 2 бөлу 2-ні міне синус пи бөлі 4 және косинус пи бөлі 4 деп алдым. 45 градустағы мәні ғой бұл. Синустың да косинустың да. Сонымен мына косинустың формуласына келді. Косинус x азайтылған пи бөлі 4 деген. Мінекей. Мынау бізде косинустың арнайы формуласы бар. Косинус альфа, косинус бета қосу синус альфа, синус бета деген. Арасы азайту болған кезде мына жерде қосу болатын. Окей, x азайтылған пи бөлі 4 тең болады. Формула бойынша плюс минус. Мынау 45 градус пи бөлі 4 деген мәні период 2 пи еді. Сонымен x тең болады плюс минус пи бөлі 4. Ал мына пи бөлі 4-ті қосып апарамыз. Мінекей. Енді бірінші жауап табу үшін x тең плюс жағдайын алайық. Ашпастау керек болып тұр. Сол кезде пи бөлі 4-ке пи бөлі 4-ті қосамыз. 2 пи бөлі 4 қысқаратта пи бөлі 2 қосу 2 пием болады. Бұл бірінші жауап. Екінші жауап енді минусымен аламыз. Минус пи бөлі 4 плюс пи бөлі 4 плюс 2 пиен. Дәйге қысқаратта x тең 2 пиен. Мынандай жауапты алдық. Сонымен осында екі жауап қай жерде бар десе, В нұсқасында бар екен. Болды, белгіледік. Келесіне өтеміз. Моторлы қайғы өзен ағысымен 18 км жүзіп бөгелместен кері қайтты. Барып қайтуға 4 сағат уақыт кетті дейді. Моторлы қайық өзен ағысы бойымен, өзен ағысы демек бағыты былай қарай болып жатыр. Барамызда кері қайтамыз. 18 км. Өзен ағысының жылдамдығы бар. 6 км сағат. Барып қайтуға 4 сағат уақыт кетті. Яғни бардық, Т1 уақыт кетті, қайттық, Т2 уақыт кетті. Екеуін қоссақ 4 сағат.
Қайықтың тынық судағы жылдамдығын табыңыз. Яғни бізден V меншікті жылдамдық тап деп отыр. Енді Т1 бізде неге тең? Жалпы Т деген неге тең бізде? S бөлінген V-ға тең, дұрыс па? Дұрыс. Енді бірінші жағдайда S1 бөлінген V1, екінші жағдайда S2 бөлінген V2 тең 4-ке деп қояйық. Яғни мен мына теңдеуді жазып жатырмын. Т-ның орнына S пен V-ны жаздым. Енді S1 18 км жүзіп бардық. 18-ге тең. V1 болса, бірінші жағдайда ол өзен ағысы бойымен барды. Демек, біздің меншікті жылдамдығымызға өзен ағысының жылдамдығы 6 км/сағ қосылады. Екінші жағдайда жүріп қайттан 18 км тағы. Екінші жағдайда жылдамдық енді ол өзен ағысы бойымен жүзіп барды, қайттан қайтатын кезде ол қарсы жүзеді өзен ағысына. Демек, өзен ағысының жылдамдығы азайтылады. Тең 4-ке. Міне осы теңдеуді енді бізге шешу керек. Енді жауаппен қоя салған дұрыс болып тұр. Егер 12-ні қойсақ дұрыс келетін сияқты В нұсқасындағы. 18 бөлінген 12-ке 16-ны қосамыз 18. 18 бөлінген 12-ден 6-ны азайтамыз 6. Nerede 1 қосылған 3 тең 4. Я, болды. В нұсқасын дұрыс екенін көріп отырмыз. Келесі теңсіздік шешіңіз дейді. Енді мына түбір астынан оң сан шығады балалар. Түбір астынан шыққан сан әрдайым ол теріс саннан үлкен болады. -1 деген саннан үлкен болады. Тек қана бұл жерде анықталу облысын табу керек біз. Яғни 4 азайтылған x 0-ден үлкен. Сонымен x 4-тен кіші болып тұр мінекей. 4 болатын болса, сол жағын боямыз. Минус шексіздіктен 4-ке дейін және 4 тік жақша. Жауабы Д нұсқасы. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Енді бұл жерде біз x-ті x квадратқа көбейтейік. Жақшаны ашайық, яғни x-ті 1-ге көбейтейік. X куб қосу 4x қосу 3. Астында x-ті сол жаққа жіберсек x болады, кіші. 3-ті 8-ден азайтсақ 5 болады. Окей, x куб пен x куб қысқарды. Мына x-ті оң жаққа жіберейік. Жалғасы мұнда болсын. Ал мына 3-ті сол жаққа жіберейік. Минус 3 болып барады. Ана x 4-тен азайтылып 3x болады. X кіші 5-тен. Минус 3-ті 3-ке бөлсек минус 1. Мінекей. Және x кіші 5-тен. Енді мынадан шатаспауымыз керек. Сызамыз. Минус 1-ден x кіші. Яғни минус 1 мына жерде. Кіші болса сол жағын аламыз. Және 5-тен кіші дейді. 5 мына жақта. Сол жағын аламыз. Қиылысқан жері минус шексіздіктен минус 1-ге дейін. Жауабымыз міне С нұсқасы бола салады екен. Келесі геометриялық прогрессия берілген, оның 8-ші мүшесін табыңыз дейді. 8-ші мүшені табу үшін бірінші мүшеге Q-дың 7 дәрежесін көбейту керек. Бізде бірінші мүшесі 2-ке тең геометриялық прогрессияның. Q еселігі қандай санға көбейтіліп жатыр? 6-ны 2-ке бөле саламын. 3 деген санға көбейтіліп жатыр. 2-ні 3-ке көбейтті 6, 6-ны 3-ке көбейтті 18. Демек 3-тің 7 дәрежесін аламыз. Енді 3-тің 7 дәрежесін есептейтін болсақ, калькулятормен бізде 2187 шығады балалар. Соны 2-ке көбейтсек 4374 шығады. Жауабы Д нұсқасы бола салады. Келесі есеп теңсіздікті шешіңіз дейді. Логарифм 5 негізі нерде анықталу облыстан жазылады. Бірінші 2x қосылған 3, яғни логарифм а негізіндегі b болатын болса, а 0-ден үлкен, b 0-ден үлкен, а 1-ге тең емес. Үш нәрсені жазуымыз керек та. Енді а негізінде 5 деген сан тұр, оны жазбаймыз, тек қана b-ға қатысты. 2x қосылған 3 0-ден үлкен болу керек дейміз. Және x азайтылған 1 0-ден үлкен болу керек дейміз. Және логарифм 5 негіздер қысқаратта 2x қосылған 3 үлкен x минус 1-ден дейміз. Осы үшеуін шығаруымыз керек болады. Сонымен 2x үлкен минус 3-ден, x үлкен 1-ден, мұнда x-ті 2x-тен азайтсақ x, 3-ті минус 1-ге азайтамыз минус 4 болады. x үлкен минус 3 бөлу 2-ден, x үлкен 1-ден, x үлкен минус 4-тен. Окей. Үшеуінен қиылыстыра салу керек.
минус 1,5 минус 3/2 яғни мына жерде одан үлкен оң жағын аламыз. 1-ден үлкен оң жағын аламыз. Және минус 4-тен үлкен болса, оның да оң жағын аламыз. Сонымен қиылысты 1-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни x үлкен 1-ден деген v нұсқасын аламыз. Келесі есе физикалық дененің t уақыт ішінде жүретін жолы осындай функциясымен берілген. T тең 1 секунд уақыт мезетіндегі дененің жылдамдығын табыңыз. Енді осы туындысын алатын болсақ, бізде жылдамдық шарт балалар. Яғни жылдамдық табу үшін мынаның туындысын алу керек. 2-ні 5-ке көбейтеміз, t болады. 3-тің туындысы 0 болып кетеді. Яғни 10t шығады. Енді t-ның орнына 1-ді қоямыз, 10-ды 1-ге көбейтсек 10 метр бөлінген секунд деген жауап шығады. Мінекей. Яғни жылдамдықты табу үшін жүрілген жолдан туынды алу керек. 11-ші есепке ауысамыз. Бұл жерде қабырғалары берілген үшбұрыштың ең кіші медианасын табыңыз дейді. Енді бірінші кезекте сұрақ. Үшбұрыштың медианасы, ең кіші медианасы қай қабырғасына түседі десе, айтасыңдар, ең үлкен қабырғасына түседі. Мінекей. 14 болатын болса, осының қақ ортасынан медианасы түседі. Міне. Медиана балалар, ең кіші медиана ең үлкен қабырғаға түседі. Сонымен медиананың формуласымен шығара салуға болады. 2-ден 1 2a квадрат плюс 2v квадрат азайтылған s квадрат. Формулада біздің медиананың s деген қабырғаға түсіп тұр. Яғни 14 ол бізде. Соны қақ 2-ке бөліп тұр да. Сол бойынша шығарып отырмыз. Яғни 2-ден 1 a мен b-ның 6 және 12 екенін біліп отырмыз. 12-ні квадраттасақ 144, 6-ны квадраттасақ 36. Азайтамыз 14-тің квадратын 196-ны. Окей. Енді осы жерде біз калькуляторды қолдансақ болады. 144-ті 2-ке көбейтеміз, қосамыз 72-ні, азайтамыз 196-ны. 164 шығады екен. 2-ден 1 түбір астында 164. Енді 164 дегеніміз балалар 41 мен 4-тің көбейтіндісі. 4 түбірден 2 болып шығады. Сонда 2-ден 1 көбейтілген 2 түбір асты 41. Екілер қысқарады да түбір асты 41 сантиметр болады жауабымыз. Д нұсқасы. Енді медиананың формуласын білмеймін десеңдер, онда Косинустар теоремасымен де шығаруға болады. Скрин жасап алсаңдар болады. Бұрыш арқылы тауып, медиананы Косинустар теоремасымен тауып алуға да болады негізі. Келесі есеп. Нүктелердің арақашықтығын табыңыз дейді. Енді MP деген вектордың координаталарын табайық. 3-тен 1-ді азайтамыз, яғни P-ның координаталарын M-ның координаталарын азайтамыз. 3-тен 1-ді азайтамыз 2. Одан 4-тен 1-ді азайтамыз 3. 5-тен 1-ді азайтамыз 4. Енді осы вектордың ұзындығын тапқандай боламыз. 2-ні квадраттайым, 3-ті квадраттайым, 4-ті квадраттайым. Түбір астын алам. 29 шығады. Түбір асты 29 с нұсқасында тұр. Келесі, арифметикалық прогрессияның 3-ші және 9-ші мүшелерінің қосындысы 8 дейді. 3-ші және 9-ші мүшелерін қоссақ 8. Осы прогрессияның алғашқы 11 мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Алғашқы 11 мүшесінің қосындысын табыңыз. Енді формула қандай? Бірінші мүшеге соңғы мүшені қосу керек, 2-ке бөлу керек, сонда орташа шығады мүшелердің. N-ге көбейтсек қосындысы шығады. Сонымен S11 дейтін болса, бірінші мүшеге 11-ші мүшені қосу керек бізге, 2-ке бөлу керек және 11-ге көбейту керек. Енді мына нәрсені не үшін беріп қойды бізге? 3-ші мүшеге 9-ші мүшені қосқанда. Арифметикалық прогрессияда бізде мынандай формула бар балалар. Ол формула емес. То есть 3-ке 9-ды қоссақ 12 ғой. 1-ге 11-ді қоссақ 12. Демек, мынау 3-ші мүшеге 9-ші мүшені қосқанға, 1-ші мүшеге 11-ші мүшені қосқан екеуі тең балалар. 8-ге тең. Себебі екеуі де коэффициенттен қоссақ, то есть коэффициент болғанда индекс 3-ке 9-ды қоссаң 12, 1-ге 11-ді қоссаң 12. Демек, екеуі тең деген сөз. Сонымен 8 бөлінген 2 көбейту 11. Неде 4 шығады? 4 жердегі 11 44 шығады екен. Жауабы С нұсқасы.
Келесі теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Бұл жерде жақшаның сыртына x-ті шығарып жіберсем, x квадрат қосылған y квадрат тең 10-ға. Мына жерден жақшаның сыртына y шығарып жіберейік. Сонда y квадрат немесе x квадрат бірінші жаза берейін. Қосу y квадрат қалады. Тең 5-ке. Енді екеуін бөліп жіберетін болсақ, x квадрат қосу y квадраттар қысқарып, x бөлінген y қалады. Тең болады. 10 мен 5-те қысқарады бөлсек, 2 бөлінген 1. Осы жерден x тауып аламыз, 2 y-ке тең болады. Мінекей. Енді x тапар бірінші жолға қоятын болсақ, 2 y-ті. 2 y-тің кубы қосу 2 y көбейтілген y квадрат тең 10-ға. Жерде 8 y куб қосу 2 y куб тең 10-ға. Осы жерден 10 y куб тең 10-ға. Y куб тең 10-ды 10-ға бөлсек 1-ге, y тең 1. Y-тің 1 екенін тауып алдық, x тең 2 еселенген y екенін ескерсек, 2-ге тең болады. Сонымен 2 және 1 жауабы Д нұсқасы екен. Келесі есеп. Теңсіздік шешіңіз дейді. Енді мына жерде x-тің алды теріс, мына жерде x квадратын алды теріс. Демек, үстін минус 1-ге, астында минус 1-ге көбейту алу керек. Сонымен x азайтылған 4, астында 32x квадрат азайтылған 2. Теңсіздік таңбасы балалар. Минус 1-ге 1 рет көбейттік, ауысты, минус 1-ге 1 рет көбейттік, қайттан өзінің қалпына келді. Түсінікті? Сонымен, x минус 4-ті 0-ге теңестіріп аламыз. Яғни үстін 0-ге теңестіреміз, астын 0-ге теңестіреміз. Осы жерде x тең болады 4-ке. Және 32x квадрат азайтылған 2-ні де 0-ге теңестірейік. Онда x квадрат тең 2-ні шығарамыз. Және 32-ке бөлеміз. Сонда 1 бөлінген 16 болады. X осы жерден тең болады. Плюс минус 4-тен 1-ге. Сонымен түбірлеріміз 4, минус 4-тен 1, плюс 4-тен 1. Мінекей. Минус 4-тен 1, плюс 4-тен 1, және 4. Осындай міне бөліктер пайда болды. Енді, оң жағынан бастап плюспен бастаймыз. X-тердің алды оң, x квадратын алды оң. Және кезектесу басталады. Минус, плюс, минус. Кіші нөлден демек минус аралықтар қажет. Мінекей, минус шексіздіктен жауап жазатын болсақ енді. Минус 4-тен 1-ге дейін, бірігуі 4-тен 1-ден 4-ке дейін. Мінекей. 15 есепті балалар біз смела шығарып бастадық. Сонымен, 16-шы есептен бастап атырмыз. Есептер ұнап атса, сендер комментарийға жазыңдар, қалай болып атқан, түсінікті болып атыр ма? Сонда осындай видеолар көбірек шығады, түсіндіңдер ма? Видеоны тоқтатып барып жазып кетсеңдерші 15 есепке қалай болды. Одан жалғастырып көресіңдер. 16-шы есеп қызық енді, қараңдаршы. 16-шы есепте не дейді? Есептеңіз дейді. Косинус 3x пен синус x-ті беріп болған. Енді мен бұны дұрыстап жазып алайын бала. Косинусты 2-ші жазайын. Синусты 1-ші жазайын міне. 0 мен пи бөлу 2-нің арасы. Енді мен синус x пен косинус y-ті көбейткендегі формуланы білем балалар. 2-ден 1 синус x минус y плюс синус x плюс y. Мінекей. Осы формулаға саламыз. Яғни бірінші бізге бұны балалар осылай жазып алу керек формулаға салып. 2-ден 1 синус x минус y. Яғни мына x-тан 3x азайтсақ минус 2x шығады. Қосу синус x плюс y. Яғни x-ке 3x қоссақ 4x. Окей. dx тең. Мына 2-ден 1 коэффициент тимейміз, ол 2-ден 1 тұра береді. Синус минус алдына шығып кетеді мына жерде айтпақшы. Сонда синус 2x-тің интегралы ол минус косинус 2x болар. Косинус 2x және 2x-тің туындысына бөлеміз 2-ке. Алдындағы минусы, минус алдына шықты. Мына жерден былай істеп қойықшы немесе. Минус алдына шықты деп, Енді синустың интегралы минус косинус, минус пен минус бір-бірін плюс қып жерден алды плюс. Мына жеріміз плюс болады. Қосу синустың интегралы минус косинус 4x және 4x-тің туындысына бөлеміз. Мінекей алды минус болды.
Енді интеграл алдық, пи бөлу 2 мен 0-ді қою керек деген сөз. Окей. Енді 1 деп қойық, пи бөлу 2-ні қоямыз. 2-ден 1 косинус пи бөлу 2-ге 2-ні көбейтсек пи болады, бөлінген 2 азайтылған косинус 4-ті пи бөлу 2-ге көбейтсек 2 пи болады, бөлінген 4 тең косинус пида минус 1-ге тең, минус 2-ден 1, одан косинус 2 пида 1-ге тең, минус 4-ден 1. Осы жерден қанша шығады екен? 2-ден 1. Мынаған 2-ні берсек, қосылып кетеді, минус 2, минус 1, минус 3, бөлінген 4. Сонда минус 8-ден 3 шықты болар. Окей, екіншісі енді. Біз 0-ді береміз енді. 2-ден 1 косинус 0 бөлінген 2 азайтылған косинус 0 бөлінген 4. Косинус 0-де 1-ге тең, сонымен 2-ден 1 азайтылған 4-ден 1. Ортақ бөлім 4-ден берсек, 2-ге бөлсек 2 болады. Сонда 2-ден 1 азайтам, 4-ден 1, оны 2-ден 1-ге көбейтсек, 8-ден 1 шығады балар мына жерде. Окей. Енді осы екеуін бір-бірінен азайту керек деген сөз. Минус 8-ден 3-ден азайтамыз 8-ден 1-ді. Яғни бірінші шыққаннан екінші шыққанды азайту керек. Сонда 8-ден минус 3-ке минус 1 қосылып, минус 4 болады. 4-ке қысқартатын болсақ, минус 2-ден 1. Міне, жауабымыз минус 2-ден 1, минус 0,5, яғни D нұсқасы болады екен. Міне осындай қызық есеп балалар, ұнаған болса, комментарийға жазыңдар және лайк басыңдар. Үшбұрыштың ауданын табыңыз деп қояды. Енді үшбұрыштың ішкі бұрыштарын қоссақ 180 градус болу керек. Мына жерде бізде альфа деген бұрыш. 180 градустан азайтайық. 75 градусты, одан кейін 30 градусты. Белгілі екі бұрыш бар ғой. Сол кезде 75 градус шығады. Демек, мына альфа бұрышымыз бізде 75 градус. Енді бұл екі бұрышы тең болса, үш бұрыштың тең бүйірлі үш бұрыш дейміз. Оған қарама-қарсы жатқан қабырғалары 16 мен мына BC, ол да 16 деген сөз. AC мен BC тең деген сөз болар. Тең бүйірлі үш бұрыш екен бұл бізде. Енді осының ауданын табу өте оңай. Үш бұрыштың ауданы 2-ден 1, екі қабырғасы және арасындағы бұрыштың синус арқылы тауып алуға болады. 2-ден 1 16 көбейту 16 синус 30 градус дей саламыз. Сонда 2-ден 1 16 көбейту 16 синус 30 градусты 2-ден 1-ге тең. 16-ны 2-ге бөлеміз 8, 16-ны 2-ге бөлеміз 8. 8 жердегі 8 64 сантиметр квадрат. Д нұсқасы шыға салады екен. Кайф. Мына есептің қазір біз смело шығарамыз. 2,5-нан 4,9 азайтсақ минус 2,4. Мына жерде 5,8-ден 3,7 азайтсақ 2,1 болады. Астында бірінші бөлуді орындау керек. Плюс 2 болады. 5-ке 2-ні қоссақ 7, 6-ны азайтсақ 1 болады. Сонда минус 0,3 болады мына жерде. Д нұсқасы. Келесі. 3 жәшікте барлығы 64,2 кг қант бар дейді. Екінші жәшікте бірінші жәшіктегі қанттың 5-тен 4-і бар дейді. Бірінші жәшікте X қант болсын, екінші жәшікте 5-тен 4 деген 0,8 деген сөз. 0,8 X болсын. Үшінші жәшікте екінші жәшікте қанттың 42,5% бар дейді. Яғни 0,8-ді 42,5%-ын табу үшін калькулятормен сендер не істейсіңдер? 0,8 көбейтесің 42,5-ке және 100-ге бөлесің. Сонда 0,134 шығады екен. Мінекей. Енді осыларды қосу керек бізге. X қосу 0,8X қосу 0,134X. Сонда 64,2 килограмм қант. Сонымен 0,134 қосамыз 0,8 қосамыз 1-ді. 2,114 шығады. Тең 64,2-ке. Енді 64,2-ні бөліш керек 2,114-ке деп.
30 шығады екен. Өзбекше айтып жүрмін, 30 шықты міне. 30 килограмм. Бізден жәшіктегі әрқайсысында қанша қант бар? X деген ол бірінші жәшік. Екінші жәшікте демек 0,18-ге көбейтетін болсақ, 30-ды 24 килограмм болады. Енді 30, 24 тек қана А нұсқасында ғой. Енді 10,2 болады. 0,134-ке 30-ды көбейтсек. Келесі есеп. Цилиндрдің осьтік қимасы шаршы дейді. Цилиндр туралы әңгіме кетіп жатса, цилиндрдің суретін салып алайық. 4 нүктені саласында былайынан әкелесің, былайынан саласың. Фук. Міне. Енді осьтік қимасы дегеніміз бұның центр бар ғой, сол центрі мына жақпен қосылады, міне осы 4 бұрышты айтады осьтік қимасы деп. Окей. Осьтік қимасы шаршы дейді. Диагоналінің ұзындығы 3/2. Енді мына диагоналі міне осьтік қимасының диагоналі 3/2 болса, біз білеміз, мынау биіктігі мен бұның диаметрі тең. Демек 3, мынау да 3 деген сөз. Сонда 3/2 мынау катеттары А болса, гипотенуза А/2 болушы еді ғой. 3 екенін біліп қойдық. Окей. Цилиндрдің толық бетінің ауданын табыңыз. Енді бұның радиусы 3-тің жартысы 3/2-ге тең болады. Биіктігі 3-ге тең деп тұр. Болды онда. Толық бетінің ауданын табу үшін бізге бүйір бетінің ауданы 2πr деген астында дөңгелектің ұзындығы және h биіктікке көбейту керек, және 2 еселенген πr квадрат. Астыңғы және үстіңгі табандарын есептеу керек. 2π радиусымыз 3/2, биіктігіміз 3-ге тең. Қосу 2π радиусымыз 3/2 квадраттау керек. Мінекей. Сол кезде 2 мен 2 қысқарса, 3 жердегі 9π бұл бүйір бетінің ауданы. Қосу 2π, мынаны квадраттағанда 9/4 шығады. 2 мен 4 қысқаратында 2. 9-ды 2-ге бөлсек 4,5π. 4,5π деген астыңғы үстіңгі табандарының ауданы. Сонда 13,5π шығады. 13,5π сантиметр квадрат. Бұл бізде А нұсқасында тұрған жауап балар. Мінекей 20 есепті біз шарт бастадық. Ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаймыз. Және де рекламный пауза бізде балар. Мен курс жүргізем. Математика курсын, математика пәнінен 50 балға дейін жеткізетін, міне Әлжан Самет деген оқушым 50 бал алды өткенде. Наурыз ұбытысынан. Және Ағаділ деген оқушым 49 бал алды математикадан. Енді мынау курс туралы пікірін оқып алсаңдар болады. Осы нәтижеге жетудің күре тамыры менің курсым. Математикадан қиналып бал көтере алмай жүргенде осы таптырмас курс болды дейді. Все на высоте дейді. Курстың пайдалары екеуін атап өтті. Өзгеше методикамды айтыпты. Және қызықты тілде жеткізу және базаның қалыптасуын айтыпты. Курстың құрылымы ыңғайлы әрі ергономикалы деген сөз онша түсінбедік. Ергономикалы деген өте тиімді деген сөз шығар. Курста мотивация және дисциплина бар. Бұның кейбіреулері куратордың қадағалауы, айлық рейтинг, ақшалай сыйлықтар, әртүрлі тақырыптағы эфирлер дейді. Енді қазір аз уақыт қалды ұбт-ға дейін балалар. Мат 40+ деген интенсив жасап жатырмын, 6 апталық экспресс курс. Ол неден тұрады? Бұл ұбт-та кездесетін ең қиын 40-тан аса тақырыпты меңгеріп алуыңа пайдалы. Сен білетін тақырыптарды оқымайсың, көбінесе білмейтін тақырыптарын оқып ұпай көтересің. Алгебрадан 93 видео сабақ, геометриядан 31 видео сабақ, жалпы оның ішінде 2,5-нан аса есептерді шығарамыз. Бұл бүкіл математиканы қамтып кетеді, 50 балға дейінгі. Және 3000-нан аса тақырыптық үй жұмыстары есептері беріледі. 30 нұсқан талдау тікелей эфирлері, куратордың қамшылауы, бақылаулар, осының барлығы осы интенсивтің ішіне кіреді. Және бұл интенсивке жазылу үшін мына номерге WhatsApp-қа мат 40+ YouTube-тан келдім деген промокодпен жазып барсаң, арнайы 10% жеңілдік аласың. Осы видеоны көріп отқаның үшін саған 10% жеңілдік. Сонымен WhatsApp-қа жаз осы номерге, сөйтіп жазыла аласың. 10-шы класстар, 10-шы сыныппын курсқа жазылғым келеді деп WhatsApp-қа жазсаңдар, осы номерге YouTube-тан келдім деп. 10-шы сыныпта оқып жүрген қазір 11-ге өтіп жатқан оқушылар. Сендерге де арнайы біз осы көктемдегі курстарымызды бастап жатырмыз. Соған тіркелулеріңе болады. Окей,
Олай болса біз контекстті шығартпаста екенде. Функцияны зерттеу дейді. Міне функциясы берілген, бірінші сұрақ анықталу облысын көрсетіңіз. Енді бөлшектің бөлімі 2x қосылған 5 нөлге тең болмайды. Онда 2x 5-ке тең болмайды. X тең емес 5 бөлінген 2-ге. Минус 5. Минус 5 бөлінген 2-ге тең емес. Яғни минус 2 жарым ғой бұл. Осыған тең болмаса, минус шексіздіктен осыған дейін плюс осыдан плюс шексіздікке дейін деген жауапты аламыз. Яғни D нұсқасы дұрыс мінекей. Келесі ордината өсі мен қиылысу нүктесін көрсетіңіз. Ордината деген ол y өсі, сонымен қиылысу нүктесі деген сөз мына жер міне. Ол жерде x 0-ге тең болады. X-ің орнына 0-ді қойып функциядан тауып алуға болады. Y тең болады, сонда үстінде 1 шығады. Мынау 0, астында 5. Яғни 5-тен 1. X-іміз 0, Y-іміз 5-тен 1. Жауабы А нұсқасы болады. Келесі вертикаль асимптотасын көрсетіңіз дейді. Вертикаль асимптотасы жаңағы анықталу облысын тапқан болатынбыз ғой біз. Тең 0, x тең минус 5 бөлінген 2 деп. Анықталу облысын тапқандай бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес деп аламыз. Міне x осыған тең деп вертикаль асимптотасы деген мынау ғой міне. Оларға тимей тұрады, бірақ та осылай кететін. Оларға тимейді бірақ функцияларға. Келесі функцияның туындысын табыңыз. Енді бұл жерде u бөлінген v, u штрих v азайтылған u v штрих бөлінген v квадрат. Мына осы формуланы қолданамыз. Сонымен туынды мына жаққа жаза берейін. u штрих мынаның туындысы төбесіндегі 2x плюс 2 көбейтілген астындағының өзі 2x плюс 5. Азайтылған u үстіндегіні көшіп жазамыз. Көбейтілген v штрих астындағының туындысы 2. Бөлінген v квадрат 2x плюс 5-тің квадраты. Тең. 2x пен 2x-ті көбейтеміз 4x квадрат. 2x пен 5-ті көбейтеміз 10x. 2 мен 2x-ті көбейтеміз 4x. Қосылып 14x болып жазылады. 2-ке 5-ті көбейтеміз 10. Азайтылған. 2-ні x квадратқа көбейтеміз 2x квадрат. Минуспен ашып атырмыз еще. 2-ні 2x-ке көбейтеміз 4x минус 4x болады. 2-ні 1-ге көбейтеміз 2 минус 2 болып жақшаны ашып атырмыз. Астында болса 2x плюс 5-тің квадраты. Окей. Тең. Енді 4x квадраттан 2x квадратты азайтамыз 2x квадрат. 14x-тен 4x азайтамыз 10x. 10-нан 2-ні азайтамыз 8. Астындағы нәрсе сол бой қала береді екен болды. Дәл осындай жауапты іздейміз. А нұсқасында тұр, және Д нұсқасында тура сондай болып тұр. Мына жерде минус қып бере салса, дұрыс емес болады негізі. Енді көлбеу асимптотасын көрсетіңіз дейді. Көлбеу асимптота ол бізде kx плюс p деген түзу түрінде болады. Яғни мынандай болады көлбеу асимптотасы. Тимейді аналарға бірақ. Енді k-ны табу үшін формуласы қандай? Бұл кезде шекті пайдаланамыз. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке f от x функциясын x-ке бөлу керек. Сонымен k-ны тауып алайық. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке функцияны x квадрат плюс 2x плюс 1 x-ке бөлеміз. Астына барады x көбейтілсе 2x квадрат, 5-ке көбейтілсе 5x. Осылай жазып қойық. Тең. Енді x квадратқа бөліп жіберейік барлығын. X квадратқа бөліп жібереміз 1 қосу 2 бөлінген x қосу 1 бөлінген x квадрат. 2x квадратты x квадратқа бөлеміз, 5x-ті x квадратқа бөлсек 5 бөлінген x. Енді шексіздікті қоямыз x-ның орнына. Сонда 1, мынау 2-ні шексіз үлкен санға бөлсек 0-ге жақын, 1-ді шексіз үлкен санды квадраттасақ 1-ге соны бөлсек 0-ге жақын болады. Сонымен 1, мына жақта 5-ті шексіз үлкен санға бөлсек 0 болып кетті деп ойлаймыз. 2. 2-ден 1 қалады. Яғни k бізде 2-ден 1-ге тең екен. Енді мына жерде 2-ден 1, 2-ден 1, мына жерде минус 2-ден 1 болып тұр x-ны алды. Демек a немесе b болады деген сөз. Енді b-ны табу керек. b тең болады лимит x ұмтылғанда шексіздікке f от x азайтылған kx. Формула арнайы. Соған саламыз лимит
x ұмтылды шексіздікке. F at x біздің функциямыз жазып аламыз. Плюс 1 бөлінген 2x плюс 5. Азайтамыз kx-ке. X бөлу 2 болады. Ортақ бөлімі мынаған 2-ден болады. Мынаған ортақ бөлім 2x плюс 5. 2-ке көбейткен кезде лимит x ұмтылды шексіздікке 2x квадрат плюс 4x плюс 2. Азайтамыз 2x-ті x-ке көбейтеміз 2x квадрат. 5-ті x-ке көбейтеміз 5x алдындағы минуспен минус 5x. Бөлінген 2 еселенген 2x плюс 5-ті бірден 4x плюс 10 деп жазып қойайын. Енді x квадратқа бөлеміз деген сөз. Мына жерде лимит x ұмтылғанда шексіздікке x квадрат 2x квадраттар қысқарамыз деп тұр екен. 4x пен минус 5x 2 азайтылған x болады айтпақшы. Асында 4x плюс 10. X квадратқа бөлмейтін болдық. Бізе ең үлкен x-ін дәрежесі 1, сол үшін x-ке бөлеміз. Сонда лимит x ұмтылғанда шексіздікке 2-ні x-ке бөлеміз. Минус x-ті x-ке бөлсек 1. 4x-ті x-ке бөлсек 4. 10-ді x-ке бөлеміз. Енді x-ің орнына шексіз үлкен санды қойсақ, 2-ні миллионға бөлсең, мысалы 0-ге жақын сан шығады, минус 1. Астында, nerede 0 болады? Мынау 0-ге тең болды дедік. 4 шығады астында. Яғни минус 4-тен 1 болады. Сонымен b бізде минус 4-тен 1, а b ма десе а емес, b жауабы дұрыс екен. Айтпақшы ұбт-дан 2024 жылғы асимптота тақырыбын алып тастады, сол үшін мынандай есеп сендерге келмейді. Келесі есеп. Өрнек мәнін көрсетіңіз дейді. Косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең. Азайтылған түбірәс 3. Тангенс 60 градуста түбірәс 3-ге тең. Косинус 30 градуста түбірәс 3 бөлінген 2-ге тең. 60 градуста 2-ден 1. 2-ден 1 азайтылған 3 бөлінген. Бұл жерде түбірәс 3 қосылу 1 бөлінген 2. 2-ні жоғары қарай көбейтіп жіберуге болады. Сонда мынаған 2-ні берсек, 1-ден 6-ны азайтсақ минус 5 бөлінген 2. Соны 2-ге көбейтіп жібереміз. Астында түбірәс 3 қосылған 1. Тең. 2 мен 2 қысқарып, минус 5 қалды. Астында түбірәс 3 қосылған 1 қалды. Яғни, осындай жауапты алдық. Енді иррационалдықтан құтылу үшін түбірәс 3 азайтылған 1-ге көбейтіп жіберейік. Сонда астында түбірәс 3-ті квадраттаймыз. Қысқаша көбейту формуласы ғой. 3 болады, 1-ді азайтамыз, 2 болады. Минус 5 түбірәс 3 плюс 5. Міне. Мынандай жауап шығады. Енді бұндай жауап нұсқасында жоқ, демек жауабы қате. Апелляцияға беру керек. Келесі. Теңдеудің түбірлерінің көбейтіндісі жататын аралықты көрсетіңіз дейді. X квадрат минус 2x. 25 сол жаққа азайтып жіберейік. Минус 24 тең 0-ге. Енді ветті білетін бала айтады. Көбейтетін болса, минус 24-ке тең болу керек. Сонымен минус 24 қай жауапқа сәйкес келеді? Минус 24 пен келмейді а нұсқасына. Минус 25 пен 15 келетін ал. Минус 25 себебі мына жақта тұрады. Минус 24 nerede кіріп тұр? С нұсқасы да келеді. Д нұсқасы келмейді. Е нұсқасы келмейді. F нұсқасы келеді. Себебі минус 30 бен 0 деген 0 мына жақта, минус 30 мына жақта. Екеуінің арасында минус 24 жатады. Сонымен B, C, F. Келесі. Берілген өрнек мән жататын аралық дейді. Енді мынау оңай енді. 3-тің 9 дәрежесі, мына жақта 3-тің 14 дәрежесі. 5-ке 9 болса 14 дәреже, 14 дәреже, екеуі қысқарып бір шыға салады. Енді 1 деген жауап Д нұсқасында, Е нұсқасында кіріп тұр. F нұсқасына кіріп тұр. Д, Е, F. Келесі. Конустың көлемі 10 пи дейді. Окей. Конусқа іште сызылған дұрыс төртбұрышты пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Енді бұлай істейсіңдер бұндай есептерде.
конус мынау бізде. Осыған іштей төрт бұрышты пирамида десе, міне төрт бұрышты пирамиданы саламыз. Табаны міне. Конустың шеңберіне тиіп тұрады оның төбелері. Мінекей. Міне пирамида. Пирамиданың көлемін табу керек. Окей. Конустың көлем формуласын жазайық. 3-тен 1 пи квадрат көбейтілген h биіктік тең 10 пиға. Пи мен пи қысқарды. 3-тен 1 r квадрат көбейтілген h 10-ға тең екенін білдік. Енді бізге пирамиданың көлемін радиус арқылы жазу керек. Конустың радиус арқылы. Екеуінің қандай байланысы бар? Мына пирамиданың табанының диагоналі бар ғой, конустың центрі арқылы өтеді негізі. Демек, конустың мынау радиусы деген сөз. А, Б, С, Д. АС деген конустың табанындағы шеңбердің диаметрі. Ал мынау О нүктесі десек, ОС, АО деген ол радиус балалар. Яғни мынау 2 радиус деген сөз. АС. Енді бұның табаны дұрыс 4 бұрыш деді. Демек, мынау 2R бөлінген түбірасты 2-ге тең деген сөз. Бұның қабырғалары. Мінекей. Себебі диагоналі 2R-ге тең. Соны түбірасты 2-ге бөле саламыз. Сонымен бұл бізде пирамиданың қабырғасы болды. Сонымен пирамиданың көлемін табу үшін формула тура конустікінде 3-тен 1, бірақ табанның ауданы а квадрат көбейтілген h биіктік. Осын табу керек. 3-тен 1 аның орында 2r квадраттаймыз 4r квадрат бөлінген түбірасты 2 квадраттайсын 2 көбейту h. Енді қара 4-ті 2-ге бөлсе 2. Сонымен 2 деп қойып. Көбейтілген 3-тен 1 r квадрат көбейту h. Тең. Қызықты қараңдар енді. 3-тен 1 r квадрат көбейту h-ты біз жаңа тауып алдық. 10-ға тең екендігін. 2 көбейтілген 10. 20 бола салады сонда. D нұсқасы, F нұсқасы сәйкес келеді екен. Болды. Так, келесі. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді. Окей. Мына жерде 0, 2 шектері. X кубтан X квадратты азайту керек. Интеграл арқылы табамыз. X кубтың интегралы X-ін 4 дәрежесі бөлу 4. X квадраттың интегралы X куб бөлінген 3. 2-ні қою керек, 0-ді қою керек. Бірінші 2-ні қоямыз. 2-нің 4 дәрежесі 16. 2-нің кубы 8. Сонда 4 азайтылған 8 бөлінген 3. 3-ті берсек, 4 бөлінген 3 шығады. Екіншісі, 0-ді қоямыз. 0-ді қойсаң, 0 шығады. Сонымен 4 бөлінген 3-тен 0-ді азайтсаң, 4 бөлі 3. Немесе 1/3-тен 1 шығады. В нұсқасы сәйкес келеді. Және С нұсқасы сәйкес келеді, және Е нұсқасы сәйкес келеді. Келесі. Берілген теңдеулер жүйесінің шешімі болып табылатын жұптың ішінен аз санды таңдап, оны 14-ке көбейтіңіз. Алынған сан қай аралыққа жатады? Енді 1-ге 1-ді қосса, қараңдар алымдағы сандарды 2 шығады. 3-ге 4-ті қосса 7 шығады. Демек, астынан бізде 1 шығып жатыр деген сөз. X қосу Y-та 1-ге тең, X азайтылған Y-та 1-ге тең деген сөз. Қандай кезде олай болады десе, X 1-ге тең, Y 0-ге тең болып тұр деген сөз. Орнына қойып көріңдер, шынында да келеді. Енді осының ішінде кіші сан 0, соны 0-ге 14-ке көбейтеміз. 0 шыға ма? Сол 0 қай аралыққа жатады енді? А нұсқасын жатады. Б-ға келмейді, С-ға келмейді, Д-ға келмейді, Б-ге келмейді, F-ге келеді. Сонда А, F жауаптары дұрыс екен. Осылай шығара саласыңдар. Келесі, диагональдары 5 және 18 см болатын ромбтың ауданын табыңыз. 2-ден 1 D1 көбейту D2 деген формулаға саласындар. Яғни өте оңай есеп деген сөз бұл. 18 2-ге бөлсе 9. 9 жердегі 5 45 дей саласындар ғой. С нұсқасы. Келесі 57 алмұрт 2 қораппен бір жәшікке салынды. Яғни қорап, жәшік. Әр қорапқа жәшікке қарағанда 9 алмұрт артық салынды. Демек, оларға X қосу 9, жәшікте X алмұрт салынды деп аламыз. 2 қораптағы алмұрт саны бірдей болса дейді. Бір қорапқа қанша алмұрт салынған? Енді мұның бәрін қоссақ, бізде
3х қосу 9-ға 9 болса 18. 57 ал мұрт бар бәрі. 3х тең. 57-тен 18 азайтсақ 39. 39 3-ке бөлсек 13. Х 13-ке тең. Енді бір қорапқа деп тұр. Х қосу 9 табу керек. 13 қосу 9. 22. Алмұрт салынған қорапқа. Ал жәшікке 13 алмұрт салынған. Оны сұрап тұрған жоқ. Айтпақшы, мәтіндік есептерде биыл ұбт-да математикада келмейді, мат сауаттылықта келуі мүмкін. Сол үшін көрсетіп отырмын, мат сауаттылықта келіп қалады сендерге. Келесі центрі А нүктесі және Б нүктесі арқылы өтетін шеңбердің теңдеуін жазыңыз. Окей. Енді бұл мынандай деген сөз. А нүктесі 4-те 0. Ал Б нүктесінен шеңбер өтеді міне. 7, 4. Шеңбердің теңдеуін білеміз біз енді балалар. Х азайтылған x0-дің квадраты плюс y азайтылған y0-дің квадраты тең r квадрат. x0, y0 ол бізде белгілі міне. Шеңбердің центрі. X азайтылған 4-дің квадраты плюс y азайтылған 0-дің квадраты тең радиус жоқта. Радиусты біз қалай табамыз? А мен бұны вектор қылып жібере саламын. AB вектор, соның ұзындығын табу керек. Бірінші 7-тен 4 азайтамыз 3, 4-тен 0 азайтамыз 4, координаталарын тауып аламын. Енді ұзындық. 3-ті квадраттасақ 9, 4-ті квадраттасақ 16. Түбірасын алам, 25, одан 5 шығады. 5-ті квадраттау керек демек. 5-тің квадраты ол 25. Енді жауапта бізде F нұсқасында тұр. Және В нұсқасында тұр. А нұсқасы келмейді. Міне екеуі BF. Соңғы есебіміз функциясының графигіне M нүктесінде жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсін табыңыз дейді. Окей, нерде бұлай жанама жүргізілген, то есть біздің функциямыз соған жанама жүргізілген. Осы нүктені беріп болған бізге. Мына жерде сурет кішкене қате болды. -4-те 6 деген. Енді көлбеулік бұрышының тангенсі дегеніміз тангенс альфа К ол бізде f'(x0) деген сөз. f'(x) туындысын аламыз 3 түседі алдына 1,5x квадрат плюс 0,5 болады. Енді туындысын алып, -4'ті x0 қылып беріп тұр ғой бізге. -4'ті қойсақ 1,5 көбейтілген 16 қосу 0,5. Так, 24 оған 0,15 қоссақ 24,5 деген жауапты аламыз. Енді ондай жауап жоқ, мына жерде любой біреусін 24,5 деп белгілеп салуға болады. Апелляцияға беру керек мына есепті. -4'ті қойсақ орнына x-ің орнына 6 шықпайды еще. Нүктесінде жүргізілген дегені өтірік болып тұр. Берілгенде қате бар. Бірақ шығару несі осылай 24,5 болады. -4 деген x0 болады бізде. Сонымен балалар, біз нұсқаны шығарып аяқтадық. Егерде нұсқа шығару ұнаса сендерге, мен түсіндіру подачам, онда лайк басыңдар, комментарийға ағай ұнады, осы темпті жалғастырыңыз деп жазыңдар. Сендермен бірге болған ұбт саласының эксперті, математика пәнінің мұғалімі Мұхаммед Асқарұлы ағайларың каналға жазылып, колокольчикті басуды ұмытпаңдар балалар. Келесі кездескенше.